Қайырлы күннің көрермен 7-ші арнайы шығарылымын жалғастырады. Күннің жаңбырлы болғанына қарамастан, әріптестерімізбен бірге соңғы ресми ақпаратты таратуға тас түйін дайын тұрмыз. Ел назар ауған орталық сайлау комиссиясы ғимаратының жанында, далада, көшпелі студиядан жаңалықтарымызды жеткіземіз. Сонымен, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында орналасқан нөмірі 520 сайлау учаскесіне барып, жаңа бір палаталы құрылтай депутаттарының сайлауына дауыс берді. Ел тарихындағы маңызды саяси шарада өз таңдауын жасаған президент бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне брифинг өткізіп, журналистер сауалдарына жауап берді. Бүгін еліміз үшін тарихи күн. Тарихымызда тұңғыш рет біз бір палаталы құрылтайды сайлап отырмыз. Бүгін еліміз үшін өте маңызды тарихи оқиға. Біз бәріміз бір тұтас ел болып ауқымды реформаларды жүргізіп жатырмыз. Ойдағыдай нәтижелерге қол жеткіздік. Нәтижелер бәрі көрініп жатыр. Бірақ дегенмен алдымызда тұрған жұмыс ауқымды, үлкен, мақсаттар аса маңызды деп айтуға болады. Сондықтан алдымызда үлкен жұмыс бар. Бүгінгі сайлау бұл жұмыстың бастауы ғана деп айтуға болады, күмәнсіз. Алғашқы құрылтай сайлауы Қазақстан үшін тарихи оқиға. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қарин Астанадағы ұлттық академиялық кітапханада орналасқан нөмірі 129 сайлау учаскесінде дауыс берді. Сондай-ақ премьер-министр Олжас Бектенов құрылтай депутаттарының сайлауында өз таңдауын жасады. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева да өз сайлау учаскесіне дауыс берді. Біз алғаш рет халықтық конституциясында қалыптасатын бір палаталы құрылтайдың қалыптасуына өз үлесімізді қосып отырмыз. Өйткені бұл елдің болашағы, мемлекетіміздің болашағы, деді Аида Балаева. Құрылтай сайлауында қанша адам дауыс берді? Орталық сайлау комиссиясы елдің барлық өңіріндегі сайлаушылардың келу көрсеткішін бақылап жатыр. Қазірдің өзінде ресми және нақты дерек бар. Әріптесім Гүлвира Сертен қазір ғимараттың ішінде жүр. Ал мен сыртында эфир жүргізіп тұрмын. Гүлвира, бір палаталы құрылтай сайлауына дауыс берушілер қалай келіп жатыр екен? Сәлем ғани, қайырлы күн көрермен. Дауыс беруге белсенді қатысып жатқан өңірлердің көшін әзірге Қызылорда облысы бастап құрамында сайлаушылардың 47,109% бюллетень алған. Жетісу облысы да қалыстар емес 47,29%. Түркістан облысында бұл көрсеткіш 43,14% жетті. Ал Ақтөбе шығыс Қазақстан облыстарының Шымкентте белсенді жоғары. Дауыс берушілердің 40%-дан астамы дауыс беріп үлгерді. Ең төмен көрсеткіш Алматы қаласында. Вы тоже слышите же, да, их? Вы же, Астанада бұл көрсеткіш 35,28%. Қалған өңірлерде белсенділік 34 пен 40% аралығында. Сайлау комиссиясындағы мүшенің сөзін тыңдайық. Жалпы еліміз бойынша сағат 12:00-де 4,670,816 сайлаушы бюллетень алды. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 37,5%-ын құрады. Сайлаушылардың белсенділігі туралы келесі мәлімет 1 сағаттан кейін жарияланады. Күн әлі ұзақ, дауыс беруге уақыт бар. Ғани? Гүлвира, ақпаратыңызға рахмет, біз ары қарай жалғастырамыз. Нақты әрі лезде 7-ші арна тапсырысымен қоғамдық саясат институты цифрлы қосымшаның көмегімен соңғы мәліметті жинап жатыр. Сауалнама еліміздің барлық өңіріндегі дауыс беру учаскелеріне шығу кезінде жүргізіледі. 200 сайлау учаскесі қамтылып, 20 мыңнан астам сайлаушыға сұрақ қойылады деп күтілуде. 400 интервьюері сауалнаманы учаскелер жабылғанша жүргізеді. Қорытынды нәтижелерін біз бүгін кешке түнгі 12-ден кейін 7-ші арнаның тікелей эфирінде жариялаймыз. Еліміздің солтүстігінде 500-ден астам сайлау учаскесі мен 15 аумақтық комиссия межелі мезетте өз жұмысын бастады. Аймақта 365 мыңнан астам адам саяси науқанға қатысып, өз таңдауын жасай. Қазір меншікті тілшіміз Самат Қайырденұлы бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын тұр. Самат, қайырлы күн, сөз кезегі сізде.
Құрметті көрермен, сәлден соң Солтүстік Қазақстан облысына ораламыз. Ал қазір Атырау облысына бұрылсақ, бет бұрсақ. Атырау облысына вақталық әдіспен жұмыс істейтін жұмысшылардың құрылтай сайлауына дауыс беру үшін Қарабатан және Прорва кен орындарында жаңа учаскелер ашылып, қызмет атқаруда. Жалпы өңірде 11 мыңнан аса адам кен орындарда еңбек етіп жатыр. Облыс ойынша 278 сайлау учаскесі таңғы 7-де жұмысын бастады. 428 мыңнан аса сайлаушы бүгін өз таңдауын жасайды. Ал науқанды түрлі деңгейдегі 2 мыңнан аса комиссия қадағалайды. Сайлау учаскелерінде азаматтардың таңдауын зерттеу мақсатында экзит-пол да жүргізіліп жатыр. Сауалнама арқылы жиналған мәліметтер арнайы жүйеге енгізіледі. Сайлаушылар өз таңдауын жасағаннан кейін ғана интервьюлер сауалнама жүргізеді. Жалпы тұрғындар сайлауға белсенді қатысып жатыр. Сауалнаманың нәтижесінде арнайы қосымшамыз Кисая арқылы тіркеп, институттың орталық кеңсесіне жіберіп жатырмыз. Барлық участок жұмыстарын аяқтаған соң, нәтижесін институттың орталық кеңсесіне жіберіп, олар талдап кейін жариялайтын болады. Жалпы дауыс берушілердің сауалнама қарсылықтары жоқ, белсендіктері жоғары. Сонымен, солтүстік Қазақстандағы әріптесіміз тікелей байланысқа қосылуға дайын тұр. Жалпы еліміздің солтүстігінде 500-ден астам сайлау учаскесімен 15 аумақтық комиссия межелі мезетте өз жұмысын бастаған. Аймақта 365 мыңнан астам адам саяси науқанға қатысып, өз таңдауын жасайды. Дәл қазір меншікті тілшіміз Самат Қайырденұлы бізбен тікелей байланысқа шығып, солтүстіктегі ахуалды айтып беруге әзір тұр. Самат, сөз кезегі сізде. Қайырлы күн, Ғани, Армағайын, қазір мен Петропавлдағы нөмірі 595 сайлау учаскесінде тұрмын. Ол облыстық балалар мен жасөспірімдерге арналған шығармашылық орталығында орналасқан. Дауыс беру орны әдеттегідей таңғы 7-де ашылып өз жұмысын бастады. Содан бері тұрғындар лек-легімен келіп өз таңдауларын жасап жатыр. Жалпы статистикаға сөйлетсек, қазір бұл жерде 1272 адам тіркелген, ал олардың 13-і өмірлерінде осындай саяси науқанға алғаш рет қатысып дауыс береді. Жалпы солтүстік Қазақстан облысында бүгінгі күні қанша учаске жасақталды, олардың қаншасы жабық? Бұл туралы біз облыстық сайлау комиссиясының мүшесі Сағындық Рахымжаннан сұрап білейік. 543 сайлау учаскесі бар, оның 92-сі Петропавл қаласында орналасқан. Облыста 13 жабық сайлау учаскесі жұмыс істейді. Жергілікті атқарушы органдар берген мәліметтерге сәйкес, жалпы облыс бойынша сайлаушылардың саны 365.161 адам. Сайлау науқаны барысында 558 комиссия жұмыс істеп жатыр. Олардың 15 аумақтық, 543 учаскелік сайлау комиссиялары. Жалпы барлығы сайлау науқанында 3196 комиссия мүшесі жұмыс істейді. Жалпы сөз соңында айта кетейін, жүріп тұруы қиындаған тұрғындар үйлерінде дауыс береді, яғни оларға бюллетен табысталып, жәшікке салынады. Жалпы солтүстік Қазақстан облысындағы ахуалды мен жіті бақылап отырмын. Қорытынды ақпараттарды кешкі сағат 9-да жинап, саралап, 21:00-де эфирге ұсынатын боламын. Мендегі бар ақпарат осы. Ғани, сөз кезегі өзіңізде. Самат, ақпарыңызға көп рахмет. Міндетті түрде кешкі уақытта күтетін боламыз. Хабарымызға қарай жалғастырайық. Сайлау марафоны тікелей эфирде. Елордадағы Қазмедиа орталығында жалпы ұлттық онлайн марафон өтіп жатыр. Қазақстан телерадио кешені ұйымдастырған тікелей эфирде маңызды ақпарат, жедел жаңалық және сарапшылардың пікірлері ұсынылады. Дәл осы алаңда біздің қос бірдей тілшіміз жүр. Бірі марафон жүргісі, екіншісі сол шара туралы ақпарат бермек. Диана, қайырлы күн. Сөз кезегі сізде. Қайырлы күн көрермен, мұнда Қазақстан телерадио корпорациясының ұйымдастыруымен сайлау барысына қатысты ең маңызды ақпараттар сараланып, елдегі жағдайға байланысты сарапшылардың пікірлері ұсынылуда. Онлайн марафон таңғы сағат 9-да басталған, түнгі 1-ге дейін жалғасады. Бүгінгі марафон өте жоғары қарқынмен, ерекше көңіл-күймен өтіп жатыр. Студиялардан, өңірлерден тікелей байланыс, сарапшылардың пікірлері, қызықты сұхбаттар мен маңызды ақпараттар үздіксіз ұсынылуда.
Бір сөзбен айтқанда марафонның атмосферасы өте ерекше. Ал дәл қазір 7-ші арна журналисі Альфия Хайдарова әріптестерімен бірге марафонды қыздыра түсуде. Қарқынды құрылыс, жаңа нысан қатысушылардың өзекті тақырыбына айналған. Қауіпсіздік мәселесі де талқыланды. Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Шыңғыс Әликешев ел бойынша полиция қызметкерлері күшейтілген режимде қызмет етіп жатқанын хабарлады. Одан бөлек құрылтай депутаттарын сайлау бойынша 22 тамызға дейін 8 заң бұзушылық анықталғанын да мәлімдеді. Оның 3-еуі сайлау бойынша қоғамдық пікірге заңсыз сауал қойған, 5-еуі тыйым салынған кезеңде сайлау алдындағы үгіт жүргізген. Ал дәл қазір менің жанымда марафон спикері, құқықтанушы, қоғам белсендісі Айгерім Құсайынқызы тұр. Айгерім ханым, сәлеметсіз бе? Осы құрылтай үшін сайлау маңызы жайлы қысқаша айтып берсеңіз. Бұл сайлау өзге сайлаулардан ерекше. Неліктен? Себебі біз құрылтайдың бір палаталы сайлауын бүгін өткізіп жатырмыз. Енді біздің құрылтай жаңа конституцияға сәйкес бұрынғыдай 2 палаталы емес, тек 1 палаталы болады. Және ол жерде біз халқымыз бұрынғыдай мажоритарлы аралас системамен емес, тек қана саяси партияларға дауыс беретіндіктен бұл халықтың саяси реформа істеуге болады, санадағы серпіліс істеуге болады. Себебі халық бұл сайлау арқылы жалпы саясатпен қызығу деңгейі артылады деген сенімдемін. Жақсы, көп рахмет. Алдағы уақытта да біз сіздермен сайлау барысындағы қызықты маңызды ақпараттармен тікелей эфирде бөлісетін боламыз. Ғани, сөз кезегі өзіңізде. Диана, Казмедиядағы атмосфераны айтып бергеніңізге көп рахмет. Біз ары қарай жалғастырамыз. Енді сөз кезегін әріптесім Инара Барсақбаеваға берем. Дауыс беру қаншалықты белсенді жүріп жатыр? Қай өңір көш бастап тұр, қай аймақтың қарқыны бәсең? Интерактивті цифрлы экраннан мәліметтерді пайдаланып, шолу жасап шықсаңыз. Қайырлы күн, Ғани, қайырлы күн, құрметті көрермен. Халықтың дауыс беру белсенділігіне қатысты соңғы мәліметтерге көз жүгіртейік. Мұндағы интерактивті картаға назар аударсақ, еліміздегі 17 облыс, 3 республикалық маңызы бар қала. Бүгінгі таңда елімізде 10.423 сайлау учаскасы жұмыс істейді. Олар таңғы сағат 7-ден бастап ашылған. Мен қазір кей өңірлерге тоқталғым келіп тұр. Мысалы, Қызылордадан басталғым келіп тұр. Себебі биылғы 15 наурызда болған референдумда осы сыр өңірінің тұрғындары сайлау науқанында жоғары белсенділік танытты. Мұндағы дауыс берушілердің саны 90%-дан асты. Ал мінекей осы сағатта халықтың 48%-ға жуығы мінекей өз дауысын беріп үлгерген екен. Айта кетейік, бұл сыр Қызылорда облысында бүгінгі таңда 426 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Ал енді басқа өңірлерге тоқталып өтсем, Қарағанды облысы, Меки, бүгінгі таңда Қарағанды облысында осы сағатта халықтың 41%-ға жуығы сайлау учаскелеріне барып өздерінің азаматтық ұстанымын білдірген. Меки ақпаратына мән берсек, бүгінгі таңда 639 сайлау учаскесі мұнда жұмыс істейді. Мінекей мына жерде бұна көрсеткішке мән берсек, осы сағатта әсіресе сағат 12-лер шамасында белсенділіктің жоғары болғаны байқалады. Құрметті көрермендер, енді елордасы Астана қаласындағы дауыс беру белсенділігінің динамикасына назар аударсақ, бүгінгі таңда мінекей тұрғындардың 35%-дан астамы осы сағатта мінекей өз таңдауын жасаған. Ал бүгінгі таңда Елорда қаласы бойынша 1682 мың тұрғын болса, соның 35%-ға жуығы өз таңдауын жасап үлгерген екен. Енді келесі өңірліге мән берсек, мәселен Алматы қаласын көрейік. Осы сағатта Алматы қаласында мінекей көріп тұрғанымыздай дауыс беру қарқыны кішкене төменірек. Естеріңізге сала кетейік, өткенгі 15 наурызда болған сайлау науқанында да дәл осы мегаполисте дауыс берушілердің дауыс беру қарқыны төмен болған. Бүгінгі таңда мұнда 670 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Құрметті көрермендер, қазіргі таңда мінекей мына жердегі мәліметке мән берсек, бүгінгі таңда еліміз бойынша
дауыс беру науқанына қатысқан азаматтардың саны 37 мың, яғни 37 мың азамат осы сағатта сайлау учаскелеріне барып өз таңдауын жасаған. Ал мінекей мына интерактивті картада мінекей барлық еліміз бойынша барлық өңірлердің дауыс беру белсенділігінің динамикасы көрсетілген. Айта кетейік, бұл мәліметтер орталық сайлау комиссиясынан келіп түскен ақпараттар негізінде жаңартылып отырады. Сондықтан бұл көрсеткіштер сандардың әлі де күн ішінде өзгеруі заңды. Алда қандай өңірлерде белсенділік басым немесе қарқын бәсең болады, қай өңірлер аутсайдерлер, фавориттер қатарында болады, оны жаңалықтар шығарылымда айтып жеткізетін боламыз. Сайлау учаскелеріне барып өз таңдауыңызды жасаңыздар, әр дауыс маңызды. Рахмет, Инара. Біз ары қарай жалғастырамыз. Ұлытау облысы Қызылжар ауылының 116 жастағы тұрғыны Түймегүл Темірбаева сайлауға барып, өз дауысын берді. 15 немересі мен 25 шөбересі бар абыз ана. Ұрпағымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, елдің болашағы жарқын болсын деп ақ батасын берді. Ал сіз өз таңдауыңызды жасадыңыз ба? Құрметті көрермен, эфирде әріптесім Алмас Әшім жалғастырады. 7-ші арна қосылып болсын.